келе қойған жоқ қой. Бір сал деп отыр. Үлкен зират тұр осы. Қорасы армияның жанында. Бір зират бар. Керек жоқ па? Майыстыр болмады. Анағанағы кеске жақын жақында да түк көтеріп алады. Жоқ, сіздер қойын. Әйтеуір бір қоямыз. Біз неден көрдік, ютубтан көрдік. Әйтеуір бір қоямыз ғой бұны. Оны айтып жатырмыз ғой. Бірақ осыны құзаған ғайни бауырым. Келіп басына Құран оқып, бәрі. Құзағанда бастамашыл сіз ғой енді. Құзаған адам бір адам айтады кетеді. Ол адам айтатын адам. Содан енді мына аты қойылып жақсы болды. Енді міне бұл кісі жаңағы Ресейдің империясымен қазақтың жері үшін, қазақтың елі үшін үлкен еңбек еткен, солармен жаңағы қатты текетірес болып, соларда шейіт болған. Сондықтан да қазақтың елдігін сақтап қалу, жерін сақтап қалу үшін үлкен өте еңбегі сіңген үлкен ақсақалымыз екен. Сондықтан осы Жұматай атамызға рахмет, осы білмейді екенбіз, атын білмейді екенбіз. Бауырымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Үлкен еңбек жасады, үлкен қайраткерлік жасады, жаңағы үлкен жүректі адам екенін, азамат екенін танытты бүгін. 10 күн болған әлеуметтік желілерге таратқан жаңағы осы өңірдегі 5 зираттың жағдайын көріп келіп, жанашырлық танытып, ұлтжанды азамат екенін көрсетіп міне. Осындай міне жақсы құлпытас орнатып берді. Келген ел енді білетін болады. Бұл кісі кім? Қай жыл туған, қай жыл өткен дүниеден, кімнің баласы, қай уақытта өмір сүрген, қандай қызметтер атқарған, еліне, жұртына қандай қызмет жасағанын бәрін енді ел жұрт білетін болды. Жаңағы бауырым, бақытты ғұмыр кеш. Бақытты бол. Рахмет. Бұл жер сон 92-дегі зират қой. 92-ші километрдегі Таскескенге бұрылатын жердегі зират. 9 жолдың торабы. 9 жолдың торабы. Бұл енді мүлде бұрын аты мына кісілер біледі екен. Мен мүлде бұл кісінің аты жоқ деп жүргем. Сөйтсем аты бар екен. Райып қажы екен. Бұл кісі империямен қарсы соғыста шейіт болған ақсақал екен. Атамыз. Рахмет. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Мына үлкен бүкіл тарихты осы Таскескен өңіріндегі аталарымыздың тарихын YouTube каналына шығарған екен.
содан көріп ғанида мен де көрдім. Содан ана жолы Сақан құданың тойына келе жатқанда Құран оқыды екеуміз. Содан мына кісінің басында ешқандай белгі жоқ екен. Жүкең осы кісінің тарихтарын жақсы біледі екен. Жүкеңнен сұрап көріп, осы кісінің басына қас қойса бір сауапсыз болар еді деп сөйтіп айтты өзі. Енді балам, жортқандай жолың болсын балам, жолдасың қыдыр болсын. Қатарыңнан озған өрен бол, теңіздейін терең бол. Жақсының қадірін біл, үлкеннің әділін біл. Өнегеңді қазық ет, өнеріңді азық ет. Ешқашан шағың сынбасын, әрқашанда бағың нұрлансын. Алла тағала 1000 бір атты пәледен 100 бір атты қатерінен сақтасын. Берген батам қаулы, балына тағаламыз қолдасын.